Армысыздар көрермен, сүйікті мектебіміздің апта жаңалықтарына шолуды бірге жасайық. Ұстаз барша адамзаттың ардақтысы, қасиетті атау. Мереке қарсаңында ардагер ұстаздар мен мектеп ұстаздарына құрмет көрсетілді. Мектеп оқушылары адал болып, өз міндеттерін атқаруға ант қабылдап, ардагер ұстаздарға мектептегі түрлі жобаларды таныстырды. 2022 жылдың 3-7 қазан аралығында әлемде бейнеленген нақты ғылымдар тақырыбында физика, математика, информатика апталығы өтті. Апталық көлемінде түрлі сайыстар, ғылыми жобалар, конкурстар болды. Оқушылардың білімдері сараланып, жан-жақты жетілдірілді. Сегізінші жаңалық. Жұлдызай 2022 ұлттық инклюзивті ойындарының облыстық кезеңіне бірінші орын иемденіп республикаға жолдама алған 8-ші Г сынып оқушысы Берікбол Аида BI Жұлдызай корпоративті қоры мен ұлттық паралимпиада комитеті ұйымдастырған 5 асық ұлттық ойыннан 3-ші орынды қанжығасына салып келді. Мектеп тыныс-тіршілігі бала. Мектеп парламент мүшелерінің қатысуымен 5-11 сынып оқушыларынан жүрегімдегі бір үзіксір тақырыбында ашық алынды. Бұл оқушы үні жобасы нәтижесінде оқушы жан сырын қағаз бетіне түсіріп мектеп психологтарымен бөліседі. Апта бедерінде болған жаңалықтар легі осы. Жақсы күндерде жолыққанша.